Зиялы қауым әріптестер, туыс бауырлар. Айтулы юбилей мерейтойдың ерекшелігі қуанышымен әттеген ай қатар жүр. Аман-есен осы межеге жету, көңілді разылық сезімі ұялатса, не таңдардым деген күдікті мазарым. Қоғам ғылым алдындағы парызбен қарыздан өтей алдым ба? Өмірде таңдаған жолым шалыс зая болған жоққа дегендей. Біз соғыстан кейінгі романтикаға толы білімге құштар болмайдық. Мәскеуге алыс жолға ұмтылдық. Әкем шығарып салып тұрып, балам осы Қызылжардың оқу жетпейтін беді. Қайда бара жатырсың? Сені кімге тапсырамын деп көзіне жас алып, қиналған сәті әлгін өтейін көз алдында. Мәскеу университетінде білім алу ол кезде батыс университеттерімен пара-пар үкімет қамқорлығы пәрменді болатын. Соғыстан кейінгі халықтың елдің тазалығы, бірлігі оқыған ортамызға тікелей әсер етуші. Менің азаматтық болмысым ғалым болып қалыптасуым Қазақ ұлттық ғылым академиясында өтті. Ұлы Қанекеңді Сәтбаевты, кешегі өткен Шафиқ Жөкінді, Әлкей Марғұланды, Мұхтар Әуезовтерді көріп, өстіп, тағылып, ғибрат алдық. Біз ол кезде жас аспирант кезіміз еді. Ғылым ол кезде шын мәнінде рухани жаңғырту өндіруші еді. Беделі өте жоғары болатын. Мансапқорлар жамылатын әлеміш жылтырақ шапанға айналмаған кез. Мені ғылымға академияда тұрақтандырған академик Сақтаған Бәйішевтен. Басқа вузға идеология жұмысына ауысамын дегенде барлық бедел болысыменен қарсы болды. Я тебя запрещаю деп. Менің ғылымдағы шамасы келешегім әлімсатта осылай басталады. Ғылым әлемінде тағдырға дән разылығым қазақ халқына маңдайалды зиялы қауыммен тізе қосып, бірге қызметтес болғаным. Көбінен ғибрат тәлім алдым. Өз басым басшы қызметтерде жүріп, бұра тартпай, ешкімді алалап, кешелік танытпай, әділдік аясында шешім іздеп тапқаным. Тағдырға бас иіп, зиялы қауымға, академия мүшелеріне рахмет айту менің бүгінгі таңдағы парызым деп есептеймін. Мен өмірімді бағыштаған экономика ғылымы ұлы ғылым. Адамзат тарихында негізгі әлеуметтік экономикалық құрылымдардың пайда болып, өркендік, пассионарлық дәуірлеуі мен күйреуіне тікелей әсер етіп, осы үрдістерді ғылыми тұрғыдан негіздеп алға жетелейді. Әрине экономика ғылымы. Соны көне Юнан Грекия дәуірі, утопист социалистер, ағылшын классиктері, марксистік ілімнің жеңістерімен тарихи аренада жеңіліске ұшырау драмасы мен трагедиясы, Кейнс ілімі, қазіргі либерал реформаторлар, азамат қоғамы қалай да лайықты, позитивті жолмен қайта құрып, қоғам мүшелерінің өркендеу жолын іздеп, кертартпа жүйені тарихи аренадан кетіруге бар күшін салып, ықпал жасау экономика ғылымының үлесінде. Бүгінгі таңда бүкіл адамзат өркениеті бастан кешіріп отырған дүниежүзілік дағдарыстан шығу, дамыған елдердің қатарына қосылуымыз бірден-бір жаңа индустриалды инновациялық кезеңге көшуімізбен байланысты. Президентіміз жар салғандай, инновациялық ақылды экономикаға өту елімізді шикізат қоймасы деген лақап мешеуліктен арылту жолы. Міне осы бағытта Қазақстан экономикалық ғылымы алдағы уақытта қызмет етті. Мен бүгін ғылымдағы аға ақсақал буынының өкілі ретінде сөйлеп отырмын сіздердің алдарыңызда. Сондықтан да
қазіргі уақытта экономист ғалымдарды осы ұлы кезеңнің талабынан көрінуге шақырады. Бүгінгі мәртебеге жиында көп жақсы тілектер айтты. Бұл нақты шамасы болмастан гөрі осылай болғай деген ықыластарыңыз. Оған рахмет. Жаратушы қуат берсе, ұқсап бағармыз шамасы. Арнайы алғысымызды өзім семьям атынан Қазақстан Республикасы президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа, президент әкімшілігіне, сенат басшысы Тоқаев мырзаға, тағы басқа республиканың сол басшы қызмет орындарына жалпы көңілімізді, аразылығымызды білдіруді лайықты санаймын. Соңғы 25 жылда президентіміз негізін қалаған тарихи бағытта зиялы қауыммен бірігіп, қажыр-қабілетімізді бағыштап, республика мүддесіне қызмет еткенімді жаратушының сыйы деп қабылдаймын деген екен. Тағы да сондай тілек білдіріп, рухани қолдау жасап отырған парламент, үкімет басшылары, білім мен ғылым министрлігі, осы жиынға арнайы келіп мәртебелі ортаның құттықтауын жеткізген министріміз Сағынбек Асылан Бәкенұлына, жалпы министрлік басшыларына, осымен қатар басқа да жетекші ғылым білім өкілдеріне, қоғам қайраткерлеріне, жалпы ғылыми ұстаздық қауымға бүгінгі халықаралық конференцияның ауыр жүгін көтеріскен жетекші ғылым қайраткерлеріне шексіз шын жүректен алғысымды білдіруге рұқсат етіңіздер. Мен өзімді академия ғылымның түлегімін деп ұғынамын. Сондықтан ерекше алғысымды Қазақ ұлттық ғылым академиясының төрағасына, қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар саласының басшылығына, менің 50 жылдан аса қызметтес болған Орда мекенінің экономика институтына, Қазақстан ғалымдар одағына риясыз көңілімді білдіруге рұқсат етіңіздер. Осы ұйымдардың басшылары алдарыңызда бүгінгі алқалы жиынды ұйымдастырып басқаруда. Шамасы адам тағдыры оның қалыптасқан болмысында, мінез құлқында, яғни дәуір талабына істен жауап беріп, оның қажеттілігін түсінуге дейді ұлы философ Иммануил Кант. Тек осы жағдайда ғана адам заман талабына сай келіп, азаматтық парызын өтеуге мүмкіншілік болса керек сіреді. Бүгінгі біздің жиынымызға біздің жалпы экономист қауымның қуанышын бөлісуге, біздің мынау бауырлас республикалардың жетекші ғалымдары, академик Қойшиев пен академик Қаюмов келіп, жаңа алдарына көсілді. Бұл азаматтар өз елінің ғылымдарының сардары. Осы соңғы 25 жылда елін мешеліктен, жалпы қиыншылықтан қарайындар бар талантын, қажыр-қайратын арнап жүрген азаматтар. Біз бәріміз үндеспіз, бір тілектегі азаматтарымыз. Осы академик ағаларына рахмет айтуға тағдырдымыз. Шамасы тілегім қалған өмірімде тағдырым осы бағыттың ауытқымас екенін деймін. Баршаңызға рахмет.